Құрметті оқушым, бұл теңдеу арқылы шығаруға арналған мәтін есеп берілгені мынадай. Жұмысшы 3 күн жұмыс істеп, барлығы 340 бұйым дайындады. Бірінші күні ол жоспарды орындады. Енді жоспар бойынша бірнеше дайындаймын деп ойлады, соны орындады. Ал екінші күні жоспарды 15%-ке артық орындады. Ал үшінші күні екінші күнге қарағанда 10 бұйым артық дайындады. Жұмысшы әр күн сайын қанша бұйым дайындағанын анықтаңыз. Бұл өте жеңіл, өйткені бірінші жоспар бойынша бірінші күні ол дәл жоспарды орындады, сондықтан X дайындады деп алайық. Жақсы. Сонда екінші күні жалпы мәтін есепте мына сөзбен айтылып тұрады, мына жерде математикалық түрде жазамыз, болды. 15%-ке артық орындады, бірінші күнге қарағанда. Демек, бірінші күнді 100% деп ойласақ, 15%-ін қосқан кезде 115% шығады. Бірінші күннің 115% дегеніміз қалай жазамыз? 115-ті 100-ге бөліп жазамыз. 1,15 және X-ті көбейтеміз. Сонда 1,15 есе артық дайындады деген сөз. Екінші күні. Ал үшінші күні, мына жерде айтып тұр, екінші күнге қарағанда 10 бұйым артық дайындады. Демек, екінші күнге 10 бұйымды қосып жазамыз. Мынаған 10-ды қосып жазамыз. Сонда үшінші күні 1,15x қосылған 10 дайындаған екен. Біз білеміз, барлығы 340 бұйым дайындады. Демек, мынаның барлығын 3 күнді қоссақ, бізде 340 шығу керек. Осыдан қазір X-ті тауып аламыз. Көрейік, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. X қосылған 1,15x қосылған 1,15x. Және мына плюс 10-ды оң жаққа минус 10 деп жібереміз. X-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинап жатырмыз. Мына 1,15 пен 1,15-ті қосып алсақ, 2,3x шығады. Тағы да 1x-ті қоссам, 3,3x болады. Сол жағында. Тең 340 азайту 10, әрине 330. Сонда x тең 330-ды мына 3,3-ке бөліп жібереміз. X тең 100 қалады, сонда. 100 өте жақсы. Бұл нені білдіреді? Бұл бірінші күні дайындаған бұйымның санын білдіреді, жоспар бойынша. 100. Енді бізге сұрап тұр. Жұмысшы әр күн сайын қанша бұйым дайындады? Негізі 100-ге сәйкес келетін А жауабы ғана бірінші тұрған 100. Аны белгілей беруге болады, бірақ екінші және үшінші күндері тексеруіміз керек. Екінші күні қанша дайындады? 1,15-ті X-қа көбейтеміз, яғни 100-ге көбейтеміз. 115 шығып тұр. Үшінші күні мына 115-ке 10-ды қосамыз. 125. Сонда шығып тұр, 100 қосу 115 қосу 125, 340 орындалып тұр. Жауабы А болады.